Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романы. Осы «Ұлпан» романындағы ана бейнесі. Оқу мақсаты шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Әңгіме атаулары бойынша топқа бөлінейік. Ана сөзі қандай мағына білдіреді? Ана дегеніміз кім? Анаға қандай теңеулер айта аламыз? «Ұлпан» романындағы ана бейнесін өзге шығармадағы ана бейнелермен салыстырайық. «Ұлпан» романы өлімді жеңген ана әңгімесі бойынша, «Ұлпан» романын ананың анасы әңгімесі бойынша, «Ұлпан» романын Найман ана әңгімесі бойынша салыстырайық. «Ұлпан» романына тарихи және көркемдік құндылығын баға беріп, өз ойымызбен айтып өтейік. Жүрегім жыртылмайды, көңілім ортаймайды,